мына самса жасайын деп жатырмын. Суға 1-2 тамшы уксус жеткілікті. Сосын кейін гехи майы үлкен қасық, ас қасықпен 2 қасықтайды қатты ертпей ертіп аламыз. Қосамыз. Гехи майы, сосын кейін осыны біртіндеп илеп аламыз. Міне мамалар иленді. Енді осынан да жарты сағат холодильникке қойып қоямыз. Жұмсақ қылып илеңіздер екен. Тұрғаннан кейін қатая береді. Мамалар міне бөлшекке бөліп аласыздар. Үгітіліп тұрады тесті. Бөлшекке бөліп ап. Салмасы жылқының етімен жасап жатырмыз біз. Алғашқы бет-алдағылар жылқының етімен жегілдікпен. Соны жуа, қара бұрыш, тұз, өз мөлшерлеріңізбен жасай бересіздер. Үйде күнделікті жасап жүрген затымыз, бірақ видеоға түсірген кезде сасқалақтайды екенбіз. Санның бетіне күнжіт, жұмыртқаның сарысы, мұны шемішкені майымен жасауға да болады негізінде. Жағасыздарда күнжітті сеу. Сіздерге тағы бір самсаның түрін көрсетейін. Үйдегі бансаппен жасаудың. Саласыздарды 200 градуста пісіресіздер. Мамалар самсаны 200 градусқа газдың астына саламыз. Самса дайын.